Картоптың құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы амин қышқылдарының барлық түрі кездеседі. 300 грамм қайнатылған картопта бір тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен жас картоптың бойында 20 миллиграмм С дәрумені болады екен. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке дауа болады. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, қазақша контентке қолдау білдіріп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Бұл көкөністің адамға азық, ағзасына ем боларлық пайдалы тұстары жетерлік. Картоп ең көп қолданысқа ие әрі өте дәмді көкөністердің бірі. Ол С, H, Е және В тобындағы дәрумендер, калий, кальций, магний, мыс, мырыш, марганец, темір, хлор, йод, фтор және фосфор элементтеріне өте бай. Аяқ пен қол ісінген жағдайда картоптың қабығын аршып, үккіштен өткізесіз. Өгілген картопты ісінген жерге жағып, 15-20 минут жата тұрыңыз. Сыртын төкті сүлгімен жақсылап, орауды ұмытпаңыз. Егер гипертония, яғни қан қысымыңыз болса, қабығымен қосып пісірілген картоп жесеңіз, керемет ем болады. Остеохондроз дертінде картоптан дайындалған компресс ауырсынуды басады. Ол үшін үккіштен өткен шикі картопты ауырған жерге таңып 1 сағат ұстайсыз. Асқазан қыжылында, жүрек айнығанда, бас ауырғанда балғын картоп шырынын ішіңіз. Күніне 3 рет таңертең, аш қарынға, түсте астан 6 сағат бұрын, кешке ұйқыдан 1 сағат бұрын ішеді. 2 апталық емнен соң 6 күн демаласыз. Қайнаған картопты тіпті асқазан жарасымен ауырған кезде де жеуге болады. Сондай-ақ картоп крахмалы холестерин мөлшерін азайтып, калийдің көмегімен ағзадағы артық суларды сыртқа шығаратында қасиетке ие. Сондықтан да жүрегі мен бүйрегі ауыратын жандар тамақтану рационына картопты кіргізіп қоюы керек. Басқа көкөністерге қарағанда картоптың калориясы жоғары болады. Сол себепті де арықтағысы келетіндер болса, картоп жеуді азайтқаны дұрыс. Халықтық медицинада картоп пен күйген теріні, қышыманы емдейді. Ол үшін шикі картопты үккіштен өткізіп, оны күйген жерге таңып қою керек. Сонымен қатар жоғарғы тыныс алу жолдары қабынғанда қайнаған картоптың буымен емделуге болады. Ал көме және жұтқынша қабынғанда шикі картоп шырынымен тамақты шаяды. Картоптың жаңа сығылған сөлін тамақтан 2 сағат бұрын 1 немесе 2 стақаннан ішесіз. Шамамен 5 минуттан соң 1 стақан айран ішу керектігін ұмытпаңыз. Емді қолдану мерзімі 2 апта. 10 күн үзіліс жасап, емді қайталау керек. Осындай тәсілмен емді 3-4 күріс қайталаған дұрыс. Бұл ұйқы без ауруларына ем болады. Егерде сіздің қан қысымың жоғары болса, қайнап піскен картопты көбірек жеңіз. Ал ағзадағы шлактардан арылу үшін шикі картоп шырынына сәбіз бен балдыркөк шырынын ішу керек. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.